Саламатсыздар ма? Біз іздеу жүйесіне GeoGebra Classic деп жазған кезде бізде осындай сайт пайда болады. Және де мына жоғарыда параметрді басқан кезде біз мысалы торлардың өзгертуге болады. Мысалы, баптаулар дегенді бастық. Сол кезде басқан кезде тордың түрі Major and Minor Grid Lines деп тұрады. Соның ішіне Major Grid Lines деген түрін таңдайық. Сол кезде бізде торымыз шамалы әдемі түрге ауысады. Енді біз көпбұрышты салып алу керекпіз. Көпбұрышты салып алу үшін бізге нүктелер қажет. Жаңа нүкте дегенді таңдаймыз және бірнеше нүктелерді белгілеп аламыз. Белгілеп алдық. Енді біз осы нүктелер арқылы көпбұрыш деген таңдау арқылы, көпбұрыш батырмасын таңдау арқылы көпбұрыш аламыз. Яғни көпбұрышты салу үшін барлық төбелерін белгілеп шығамыз және бастапқы және соңғы нүктелерді қосып шығамыз. Сол кезде бізде қажетті көпбұрыш пайда болады. Және жоғарыда осы көпбұрыштың түсінің қанықтылығын таңдауға болады және түсін таңдауға болады. Енді мысалы қарасақ, бұл жерде көпбұрыштың барлық төбелері және қабырғалары әріптермен белгіленген, оны көрсетпейтіндей қылып таңдауға болады. Бірінші біз былай жасайық. Бірінші біз мына жерде параметрлер дегенді басып, мына жерде алгебра дегенді бассақ, қандай элементтер бойынша, яғни мына нүктелерді, кесінділерді барлығын бір тәуелділік ретінде сұрыптап шығайық. Яғни нүктелер бірге жиналып тұрады, кесінділер бірге жиналып тұрады. Енді тәуелсіз объектілер, бұл бізде нүктелер, тышқанның сол жағын басқан кезде нүктелердің барлығы белгіленеді. Енді мысалы, содан кейін тышқанның оң жағын басып, белгіні көрсету дегенді алып тастаймыз. Сол кезде, яғни нүктелердің белгілеулері алып тастайды. Бізге қажет жоқ деп ойлаймын. Сол сияқты тәуелді объектілер дегенді де басып, тышқанның сол жағын, енді тышқанның оң жағын басу арқылы белгіні көрсету дегенді алып тастасақ, яғни барлық бізде кесінділер және көпбұрыштың атаулары көрінбей тұрады. Мысалы, бірақ енді көпбұрыштың атауын қалдырсақ болады, яғни көпбұрыштың атауын өзгертуге де болады. Мысалы, көпбұрыштың атауын А фигурасы деп алайық. Яғни тышқанның оң жағын басу арқылы қайта атау дегенді басамыз. А фигурасы. Енді осы А фигурасына қандай да бір нүктеге қатысты симметриялы фигура алу керекпіз. Мына жерде бізде түрлендіру деген батырма бар. Соның ішінен объектіні нүкте арқылы бейнелеу дегенді басамыз. Енді оны басу үшін бірінші біз нүкте белгілеу керекпіз. Яғни қандай нүктеге қатысты симметриялы фигура аламыз. Жаңа нүктеге дегенді басамыз. Мына жақтан шамалы фигураның координаталық жазықтықты жақындатып алайын. Үлкен қылып салған кем, жарайды енді. Жаңа нүкте дегенді басамыз да, жаңа нүктені белгілейміз. Координатасы 10-10 болсын. Енді түрлендірулердің ішінен объектіні нүкте арқылы бейнелеу дегенді басамыз. Содан кейін бірінші объектіні басамыз, яғни қажетті фигураны, сосын симметрияның центрін басамыз. Сол кезде бізде симметриялы фигура шығады. Төменгі жақта тұр. Шамалы кішірейту дегенді бассақ, яғни бізде фигура кішірейтіледі. Бұл мысалы алынған объектінің түсін өзгертейік, мысалы жасыл қылдық. Сонда біз А фигурасына F нүктесіне қатысты H' фигурасын алдық. Назарларыңызға рахмет.